Саламатсыңдар ма балалар? Сауат ашу пәнінен екінші бөлімге қадам бастық. Егерде барлығымыз дайын болсақ, сабағымызды бастаймыз. Бастамас бұрын өткенге шолу жасаймыз. Яғни бірінші кезең миға шабуыл деп аталады. Сұрақтарға жауап беру арқылы жүргізіледі. Бірінші сұрақ. Әріп дегеніміз не? Әріпті жазамыз, көреміз. Өте жақсы. Екінші сұрағым. Дыбыс дегеніміз не? Жарайсыңдар, дыбысты айтамыз және естиміз. Үшінші сұрақ. Қазақ алфавитінде неше әріп бар? Жарайсыңдар, 42. Ал неше дыбыс бар? 40. Екеуі қайда кетті, екі әріп? Өте орынды. Ол жуандық және жіңішкелік белгісі, олар дыбыс шығармайды. Олар алдыңғы дыбысқа өзгерту енгізеді, не жіңішкертеді, не жуандатады. Келесі сұрақ. Дауысты дыбыстар қалай айтылады? Өте жақсы, созылып және кедергісіз. Ал дауыссыз дыбыстар қалай айтылады? Өте жақсы, кедергімен. Жетінші сұрақ. Дыбыстар нешеге бөлінеді? Дұрыс айтасыңдар, дыбыстар екіге, дауысты және дауыссыз болып бөлінеді. Ал дауысты дыбыстар ше нешеге бөлінеді? Ол да дұрыс, екіге, жуан және жіңішке. Ал дауыссыз дыбыстар нешеге бөлінеді? Үшке. Қандай? Қатаң, ұяң және үнді. Жарайсыңдар балалар, сендер өткенге шолу жасап шықтыңдар. Біраз нәрсені еске түсірдік пе? Олай болса, келесі слайдқа назар аударамыз. Біздің бөлім тағам және сусын деп аталады, ал бөлімше мектеп асханасы. Соның ішінде біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жуан және жіңішке дауысты дыбыстар. Не үшін оқимыз бұл сабақты? Оқуымыздың мақсаты сөздегі дыбыс түрлерін, ол дауысты ма, дауыссыз ба, егер дауысты болса, ол жуан ба, жіңішке ме? Міне осыны ажыратуымыз керек. Және де дәптердегі жазу жолын, жол аралық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазуымыз қажет екен. Олай болса, балалар, мен сендердің бүгінгі сабақтарындағы оқулықтың бірінші бетін суретке түсіріп алдарыңа қойдым. Бірінші жаттығуда суретке қара дейді. Мен мәтінді оқимын, және менімен бірдей оқып отырсаңдар да болады. Тек мағынасына назар аударамыз. Мынау мектеп асханасы. Асхана кең, жарық, әрі таза. Біз үшінші сабақтан кейін асханаға тамақ ішуге барамыз. Аспазшылардың пісірген тамақтары өте дәмді. Мен сорпа ішемін, не ботқа жеймін. Шаймен немесе шырынмен тәтті тоқаш жегенді ұнатамын. Тамақ жер алдында қолымызды жуып, бір-бірімізге ас болсын дейміз. Балалар, мен бұл мәтінді сендерге Classroom немесе WhatsApp арқылы жіберемін. Мәтінді өздерің 2-3 мәрте қайталап оқисыңдар, қатесіз әрине, және мағынасын түсінуге әрекет жасаймыз. Ал енді астындағы сұрақтарға назар аударамыз. Асханаға кірерде не істеу керек екен? Дұрыс айтасыңдар, асханаға кірерде қолды сабынмен әдемілеп жууымыз қажет екен. Ал түскі асқа қандай тағам аласың деген сұраққа балалар, айналаңдағы ата-анаңа немесе туған-туысқандарыңа жауап берсең болады. Келесі тапсырма осы мәтіндегі бірінші сөйлемге назар аударамыз. Яғни, ішіндегі тек дауысты дыбыстарға талдау жасаймыз. Мысалы, мынау мектеп асханасы. Мынау сөзінде қайсысы дауысты дыбыстар? Анықтаймыз. Қане бірінші оқиықшы. Мынау. Екі буын бар, демек ол жерде екі дауысты дыбыс бар. Қайсысы? Дұрыс айтасыңдар балалар. Ол және а. Қане өздерін қайталап көріңдерші. А. Жуан естіле ме, жіңішке естіле ме? Дұрыс айтасыңдар. Жуан естіледі. Егер де сөздегі дауысты дыбыс жуан болса, ол сөз жуан айтылады екен. Енді мектеп деген сөзге назар аударамыз. Дауысты дыбыстарды атайықшы. Бұл жерде мек, теп. Екі буын бар, демек екі дауысты дыбыс бар. Олар е және е. Ал енді өзіміз дыбыстап көрейікші е дыбысын. Жуан естіле ме, жіңішке естіле ме? Дұрыс айтасыңдар балалар, жіңішке естіледі. Демек бұл
сөздегі дауысты дыбыстар жіңішке айтылса, сөзде жіңішке айтылады екен, иә? Келесі сөзіміз асханасы. Кәне буынға бөлеміз. Ас-ха-на-сы. 4 буын бар, дұрыс айтасыңдар. Демек, бұл жерде 4 дауысты дыбыс бар. Ал енді маған кәне айтыңдаршы, ол жуан айтылып тұр ма, жіңішке айтылып тұр ма? Жарайсыңдар балалар, өйткені А және Ы дыбысы жуан естілетінін біз бағана бірінші сөзде айтып қойғанбыз. Бұдан қандай қорытынды шығаруға болады? Сөздегі дауысты дыбыстар жуан болса, жуан айтылады, жіңішке болса, ол сөз жіңішке айтылады деген қорытынды шығарамыз. Келесі тапсырмада дұрыс дыбыстап, сауатты жаза білейік. Демек, алдымыздағы дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазып, және де екінші жаттығу деп, мына алдыларындағы әдемі көркем жазуды дәл осылай жазуымыз қажет. Жоғарғы сызық, төменгі сызық және негізгі жолда әріптерді өте сүйкімді, элементтерді ұмытпай, шатастырмай жазамыз. Бұл тапсырманы мен сендерге Classroom немесе WhatsApp арқылы жіберемін. Келесі тапсырма ойлан тап деп аталады. Кітаптарыңдағы 4-ші жаттығу. Тиісті әріптерді қойып бірнеше сөз жаса. Демек, біз қазір мына бағыттарды көріп тұрмыз ғой. Осы бағыттарды бір-біріне қосу арқылы 3 әріптен тұратын сөздерді табуымыз қажет. Мысал үшін, кәне ойланамыз, қараймыз. Кәне, тексерейікші. Бірінші сөз. Бал, жап, тақ, қат. Өте жақсы балалар. Осы жердегі дауысты дыбыстарды табамыз. Ол әрине А дыбысы. Ал енді кім айтады маған? А жуан ба, жіңішке ме? Кәне тексереміз. Жуан екен. Сол үшін бұл сөз жуан айтылады. Енді екінші тапсырмаға қараңдар. Кәне ойланамыз. Қандай сөздер ойлап тапсақ болады екен? Тексерейік. Жер, шет, кес. Бұл жердегі дауысты дыбыстар қандай дыбыстар? Е жуан айтыла ма, жіңішке айтыла ма? Дұрыс айтасыңдар. Кәне тексереміз? Жіңішке айтылады екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі сабағымызды қорыту барысында мен сендерге Вен диаграммасы бойынша тапсырма дайындадым. Вен диаграммасының қалай орындалатынын біз білеміз, балалар. Бірінші жуан дауыстылар, екінші жіңішке дауыстылардың ерекшелігін айтып, ортасына екеуіне ортақ ұқсастықты жазуымыз керек. Жуан дауыстыларды сонымен бірге кәнеке менімен бірдей қайталайықшы. Жуан дауыстылар А, О, О. Ал жіңішке дауыстылар Ә, Е, Ö, Ö, Ал енді екеуіне ортақ қасиет ол қандай екен? Екеуі де әріптермен таңбаланады, барлығы дыбыс шығарады, және барлығы дауысты дыбыстар. Жарайсыңдар балалар. Бұны есте сақтап, жаттап алуымыз қажет. Сонымен жуан дауыстылардың саны нешеу екен? Дұрыс айтасыңдар, 4-еу. Ал жіңішке дауыстылардың саны? Дұрыс айтасыңдар, 5-еу. Үйге тапсырма. Дәптерге 14-ші беттегі 3-ші жаттығуды орындаймыз. Бұл жаттығуда не дейді? Сөйлемдерді оқып, қатесін түзеп жаз дейді. Балалар сендерге әдейілеп, бұл сөйлемді қате беріпті. Соны сендер дұрысын жазуын қажет. Мысалы, балалар шөп жеді. Дұрыс айтама, балалар шөп жеме? Сиыр асханаға барды. Мысық тамақ ішіп болып, рахмет деді. Күшік тәтті тоқаш алды. Сендер енді осы жерге балалар, сиыр, мысық, күшік сөздерінің орнына керекті дұрыс сөзді жазып, дәптерге өте көркем жазып, маған Classroom немесе WhatsApp арқылы жібересіңдер. Келесі тапсырма. Балалар және күшік сөздеріндегі дауысты дыбыстар жуан ба, жіңішке ме? Осы сұраққа жауап бересіңдер. Балалар, соңында рефлексия жасап көрейікші, бас бармақ тәсілі бойынша. Егерде сен барлығын түсіндім десең, кәне айналаңдағы ата-анаңа немесе туған туысқаныңа бас бармағыңды жоғары қарай көтересің.
Егерде енді түсініп келемін, кейбір жеріне түсінбедім десең, бас бармағыңды ортаға ұстайсың. Ал егерде мен түк те түсінбедім десең, бас бармағыңды төмен қаратасың. Мен ойлаймын, бүгінгі сабақ барлығыңа түсінікті болды деп. Балалар, олай болса, классрумда немесе WhatsApp'та үй тапсырмасында кездескенше.